Keşke tamatlaksam 100 ming so'm berdim ben. Yetemez. Hech kerak yo'q. Endi Qozoq bo'lgasin, sirtdan kelgan qozoqlarga shamal bo'lsa-da bir ko'maklashib, bir qo'lda ko'rsak chiqadi. Endi qo'ldan kelishga ko'maklashyapmiz. Qo'ldan kelishga. Buna yerda hozir ana ko'rdingmi taksilarda ular apartasam avazim Aqto'beda bir o'zim xabarlashman bir ikki kempir kelib degan 10 ming 20 ming degan zaqo. Onu xabarlashib kelmaysiz desam. Xabarlashgan ekan 150 ming qimmat debdi. Qiz aytdi, o'zi boradi. Aqto'beda 10 ming tengesi abul. 10 mingdan 20 ming tengesi. So'mdan aylantirganda ko'p-ku. 500 ming so'm beradi. Keyin Aqto'beda men olib keldim bu ayollar qaytganda. Ve biz 3 saatte geldik bu bardık deydi. O yol bilmeyle geldiğinde hemen haberlaşıp gelmesin dedim. O haberlaşıp 150 ming değildi, kapat dedi kızım dedi. Arzan barasa edip aytkan etti. O'zbekistonda bari ko'pini o'ruscha emas, qozoqcha söyleymi? Endi o'ruscha söyleydiler var. O'ruscha söyleydiler. Бірақ осы жақта қазақтар қазақ мектебінде оқиды. Қазақ мектебі бар ма? Yok қазақ мектебі бар. Бірақ жұмыссыздықпен проблема көп, иә? Ол бізден действительно қатты ауырғанда барамын опять заранее. Сендер анау Қазақстанның несі ода анау орыстар болып қалды, орыстар сияқты. Заранее барады орыстарда. Жоқ, ауырып, қиналып келіп жатқандар бар ғой кәдімгідей. Адам енді денсаулығымен бір проблема болғасын келеді ғой. Өткен жылы мен ауырып жүрдім, 6 ай ауырып жүрдім, ашқызадым. Доктарға көрінемін, шылағына зом жұдамын, дәрігерге жұдамын. Кейін УЗИ-ға түскен едім. Сіздің өтіңізді алып тастау керек деді. Бардық, жаттық, алдық тастап, 6 миллион ақшам кетті. Өзбек күнді. Ташкент медицинасы жақсы деп айтады ғой. Сол үшін көп келеді. Расымен жақсы ғой медицинасы. Жақсы болады. Қазақстаннан көп келеді. Аллаға шүкір жаман емес. Өзбек халқы ham жаман емес, жақсы халық. Жақсы. Кейін бұл жерде не дейді, адамдар вежливый сөйлейді ғой, грубый емес. Бұл Қазақстанда жүрдік қой бір көрдік. Совсем грубый адамдар. Солай ма? Грубый адамдар. Қазақстанның халқы. Бізде Өзбекстанда ешкім грубый сөйлемейді. Бар еді ғой, бірақ кем. Білмедім ол жағын. Мен мысалы кеше Шымкентте болдым, халқы жақсы. Барлығы көрсетеді. Шымкент пен Ташкент бір ғой бәлкім. Шымкент, Ташкент деген бір ғой. Жаңа базарға кіріп жатырмыз, е? Жаңа базар, қазақша. Қазақтар көп бұл жақта. Қазақ көп, бұны қазақ ауыл мұны. Сасбақа ауыл, ойыншы Сасбақа ауыл. Тасбақа деген ол? Тасбақа ауыл, елі сондай да, ұлы жүз. Қандай дейсіз? Ұлы жүздер. Ұлы жүздер? Сасбақа ауылы, Сасбақа. Тасбақа ауыл дейсіз, ба? Сасбақа. Сасбақа. Ұлы жүз ба? Көбіне ұлы жүз. Мен ұлы жүз Шаңашқылымын. Бұлар Шаңашқылым жүдірім. Бұлар ұлы жүздің несі. Сасбақасы. Ең бірінші саяхатты бастап жатқан жеріміз ол Ахмет Темір музейі. Қазір Ахмет Темір музейіне көреміз.
Здание музея представляет собой великолепный образец синтеза глубокой древности, современности, имеет круглую форму с большим ребристым куполом. Купол музея нарисован искусственными мастерами-орнаменталистами, где орнамент покрыт золотом. Это сусальное золото больше 20 килограмм используют, а также хрустальная люстра Зумрад весом больше 2 тонн, точнее 2 тонны 800 килограмм, высота 8 метров, диаметр 6 метров, имеет 500 лампочек, на музее горят около 200 лампочек. Музейная экспозиция начинается с входного зала в центральной части. Товарным были женщины. Флакончик для парфюмерии, формы для литья, то есть выливали, штамповки. По-нашему это халап. Улуг Жибек Жулы, великий шелковый путь. Дорога составляла 12 тысяч километров. Burkisi'nin çiğdeni açık, 14. asır, yeki bulma. Bunda Peygamberimizin ruhani ustası Şeyh Havan Tafra Döcer'dir. Bu kişi koca bugün kişi, Şeyh bugün kişi, avliya. Peygamberimizin 4 asır burun umuzturgen, görmegen. Bırak avliya hatta Peygamberimizin üstüne gibi ayın vergen, vergen. Ruhani ustası. İşinde ustazına ayırından barışatı. İkinci bölümde ustazının ayırından barışı. Bana bu ağaçın adı Kiparis degen ağaç. Yeah.